Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз эхинацеяның пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Эхинацея өсімдігін көріп жүрген боларсыздар. Ал енді бұл өсімдіктің емдік қасиеттері жайлы не білесіздер? Емдік өсімдіктер арасында эхинацеяның алатын орны ерекше. Халықтар арасында қан тазалағыш деген қосымша аты бар. Лимфатикалық жүйені, қанды, бүйрек пен бауырды өте жақсы тазалайды. Эхинацея ауруды емес, сол ауруды кеселді туғызатын себеп салдарды емдейді. Ағзаға ешқандай кері әсері жоқ. Халық емінде тұнбалары, қайнатпалары, сөлі көп қолданылады. Оларды жасауға гүлдері мен сабақ жапырақтары балғын күйінде не болмаса кептірілгені қолданылады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 70 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Эхинацеяның тұнбасы қолданылатын кеселдер: цистит, нефрит, гепатит. Инфекциялық және салқын сиюдің салдарынан болатын грипп, бронхит, танзилит, пневмония және герпес аурулары. Еркектің жыныс мүшелерінің аурулары: простатит және аденома. Асқазан жарасы, яғни язва, гастрит, іштің қатуын, көк тамырлардың спазмаларын емдейді. Әйелдердің кеселі түрлі қабынуларды емдейді. Антибиотикті көп қолданғанда химиотерапиядан кейін және радиацияның залалдарынан сіздерді қорғайды. Лейкопенияға, яғни қан формулаларының қалпына келтіру үшін өте пайдалы. Жаңа пайда бола бастаған қатерлі түйіншектердің, ісіктердің алдын алу және де олардың асқынуына жол бермейді. Эхинацеяның тұнбасын даярлау әдісін айта кетейік. 200 грамм балғын немесе 50 грамм кептірілген эхинацеяны, жапырағы, гүлдері, сабақтарын 1 литр таза араққа салып 14-20 күндей қараңғы жерде сақтайсыздар. Күнделікті шайқап тұруыңыз қажет. Даяр болған соң сүзіп алынған тұнбаны 20-30 тамшыдан күніне 3 реттен 20-30 минут тамақтың алдында 10 күн ішкен дұрыс. 3 күн үзіліс жасағаннан кейін тағы да 2 рет қайталаңыз. Емделу мерзімі 10 күн. Бұл бір емдік курс болып саналады. Эхинацея тұнбасы вирусқа қарсы, оны тудыратын бактерияларды жойып отырады. Полиартрит, простатит және гинекологиялық кеселдерді емдеуге өте пайдалы. Эхинацея тұнбасы қанның құрамын жақсартады, иммунитетті күшейтеді, жарақат пен жаралардың жазылуын тездетеді. Сыныққа, буын шыққанға да жақсы әсер етеді. Псориаз, экзема, күйік, ойылу, тесілу және сыздауықтарға ылғалды тампон мен компресс жасаған дұрыс. Тұнба немесе тұндырма мидың қабілетін арттырады. Зердені күшейтіп, қатты күйзелістен шығуға да ықпалы бар. Жұмыс істеу қабілетіңізді арттырады. Эхинацеяның тұнбасының жақсы әсері гинекологиялық кеселдерге, иммунитеттің төмендеуіне, бейжайлыққа, мидың жұмысына, алкогольге бейімділікке және темекіні тастауға көмегі бар. Герпесті емдесеңіз, тез арада жоғалады. Ол көп уақытқа шейін пайда болмайтын болады. Жасына қарамастан еркектік әлеуетті, яғни потенцияны күшейтеді. Тұнбаны 0,5 1 стакан шырындармен қосып күніне 3 реттен 30 минут тамақтан бұрын ішу керек. Бедеулікті емдеуге әйелде және еркекте осы ауруда көмектеседі. Семіруден сақтайды. Тәбет төмендеп, тәттіге деген құштарлық азаяды. Тұнба жасаудың тағы да бір әдісі жөнінде айта кетейік. 1 ас қасық құрғақ эхинацеяны, жапырақтары, гүлдері және сабақтарын 1/2 литр қайнаған ыстық суға салып, термоста немесе эмальданған ауызы жабылатын ыдыста жақсылап жылы орап 1 түнге қойып қою керек.
Даяр болған соң сүзіп алып, 150-100 мл күніге 3 реттен тамақтың алдында 30 минут бұрын ішкен дұрыс. 10 күн ішіп, 5 күндік үзілістен соң тура осы әдіспен тағы да 2 рет үзіліс жасай отырып, 10 күннен қайталаған дұрыс. Бұл бір курс болып саналады. Қажет болған жағдайда мұндай емдік курсты тағы да 3 рет 10 күннен 1 айлық үзілістен соң жасаған дұрыс. Эхиноцеяның қайнатпасы асқазан жарасын, яғни язваны, буын ауруларын, домбығуларды, яғни отектарды емдегенге жақсы. Көңіл күйді көтеріп, көздің көру қабілетін күшейтеді. Тағы да қайнатпаны дайындаудың бір рецепті: 1 шай қасық эхиноцеяның жапырағын 1 стакан қайнаған суға қосып, ол ыдысты ыстық суға салып, яғни водяная баняға 15-20 минут ұстағаннан кейін сүзіп алып, стаканның 3-тен 1 бөлігін күніне 3 рет тамақтың алдында 10 күн ұдайы ішкен дұрыс. 5 күн үзілістен соң тағы 10 күн қайталаңыз. Бұл бір курс болып саналады. Емдік шараны, яғни курсты арасына 5-10 күн салып, кем дегенде 2-3 рет қайталаған дұрыс. 10 күннен артық үзіліс ішуге және 2 жасқа толмаған балаға ішуге болмайды. Сондай-ақ эхиноцеядан жасалған дәріні лейкозға, енжар склерозға, туберкулезға, аллергияға қолдануға болмайды. Аяғы ауыр әйелдерге де ішуге болмайтынын айта кетуіміз қажет. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады.